Қазір кез келген дерлік үйден немесе кеңседен кондиционер көруге болады. Оның негізгі функциясы бөлме ішіндегі қалыпты микроклиматты сақтау. Мысалы, ол жаздың ыстық күндері бөлмені салқындатады, ал суық ауа райында ауаны жылытады. Алайда оның артықшылықтарымен қатар кемшіліктері де бар. Кондиционер бөлме ішіндегі ауаны тымырсық етеді. Көптеген кондиционерлер желдету жүйесімен жабдықталмаған және тек бөлмедегі бар ауаны айдап отырады. Яғни ол ауа қозғалысының себебінен жалған сергектік сыйлайды. Алайда біраздан соң бөлме іші тымырсық болып кетеді. Бұл проблеманы шешу үшін кондиционердің ауа массасын тазартатын сүзгі жүйесімен жабдықталған түрін таңдаңыз. Қазіргі жетілдірілген кондиционерлерде вентиляция функциясы да енгізілген. Мұндай кондиционерлердің бағасы қымбатырақ, бірақ олар ауа балғындығы проблемасын тиімді шешеді. Егер кондиционеріңіз ескі болса, терезе мен есікті ашып, жиі желдетіп тұрыңыз. Тұмау ауруларының пайда болуына ықпал етеді. Кондиционердің салқын ауасын қолданып бастаған кезде кей адамдар тұмауратып қалады. Дәрігерлер оны температуралардың бірден өзгеруімен байланыстырады. Ыстық даладан суық бөлмеге кіру. Бұл дайын емес иммунитетке жағымсыз әсер етеді. Ауырып қалмас үшін сыртқы және ішкі температуралар айырмашылықтары 10 градустан артық етпеу ұсынылады. Мысалы, егер далада 30 градус ыстық болса, бөлме ішіндегі ауаны 20 градустан төмен түсірмеуге тырысыңыз. Сондай-ақ кондиционерді бөлмеге орнатқан кезде оны адамдар жиі отыратын жерге қарсы қоймау керек. Егер оның салқын ауасы адамға тіке үріп тұратын болса, ол адамның ауырып қалу қаупі жоғары болады. Кондиционер бактериялар ошағы. Кей жағдайда кондиционері бар бөлмеде ұзақ отыратын адамдарда бактериялық инфекциялар сонымен қатар пневмония пайда болады. Бұл микроағзалар құрылғының сүзгіш компоненттерінің ішінде орналасады және уақыт өте келе ауа ағынымен бірге бөлме ішіне тарайды. Сондықтан кондиционерге антибактериялық сүзгілер қолдану керек және оның сүзгісін уақытылы тазартып ауыстырып тұру қажет. Әдетте 6 айда немесе 1 жылда бір рет тазалау ұсынылады. Кондиционер ауаны құрғатады. Кондиционер бөлме ішіндегі ауаны құрғатады деген пікір бар. Құрғақ ауа тері мен тыныс алу жолдарына жағымсыз әсер етеді. Сондай-ақ көзді құрғатады. Сондықтан кондиционер қосулы тұрған бөлмеге ауа ылғалдандырғыш құрал қою ұсынылады. Үй жағдайында ауаны қалай ылғалдандыруға болады? Үйдегі батареяның астына су толтырып табақ қойыңыз. Батареяның бойына бинт іліп, бір ұшын табаққа салу керек. Бинт суланып, суы буланып ұшып кетеді. Нәтижесінде бөлменің ауасы ылғалданады. Арасында табаққа су құйып толтырып тұруды ұмытпаңыз. Бөлме өсімдіктерін өсіріңіз. Бөлме өсімдіктерінің жапырақтарындағы судың булануы арқасында ауа жақсы ылғалданады. Ең пайдалы циперус өсімдігі. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.